Бүгін өте ертеден шығып кеткен болатын, 7-ден аса. Жинастыруға да уақыт болған жоқ. Одан кейін жұмыстан келдік та, мына жерде асығып, үсігіп, тез киім ауыстыру, съемкаға шығу, әйтеуір. Кстати, покажу, что вчера купили. Кеше Аласяға осындай ақ киімдер алдық. Это резиновые, есік алдына кигенге, сосын суға барған кезде кигенге. И вот такие симпатяшки. Красивые такие. Алашканың стилі ғой мынау. Это вот цветовая гамма Алана. Балалар осындай семечки жеп үйренді. Но дәмсіз екенді, сондықтан барлығын тұзбен араластырып қуырып аламыз. Сол кезде дәмі де кіреді, и они прям с удовольствием. Айттым ғой, бір күндерін бір не тек жеңілдетін етті. Вот такая горка была. Бәрін жеп қойды балалар. С морковкой вообще вкусно получается. Соным морковь қосаңыз дәмді болады екен. Мына жаққа рецептін қалдырып кетейін. Қайырлы таң. Ары қарай ұйықтап жата берсек, но нельзя. Жұмысқа бару керек. Төсек әлі жинаған жоқпын. Хочу сначала нанести свою масочку. Рич. Так выглядит. Ромая, өлең арнайтын бір кісілер маған өлең. Неге солай? Бір күні ренжіп қалғам ғой, сосын жұмыстан үйге келсем, есікте гүл қыстырылып тұр. Короче, ручкама қыстырып кеткен, и там письмо. Өзі қыстырып, мен 8-ші этажда тұрсам, бұл 9-ші этажға көтеріліп, сығалап қарап тұрған ғой. Ой, романтик, ну романтика. Неге солай, неліктен ұқсап жүрміз. Адамға біз еріккен. Шыда, алып кетем бір күні. Қалып қара, гелікпен. Ойда. Бизнес орталығы. Министерство бірдеңе Абу-Даби. Астанада болдық, енді Алматыға кетіп бара жатырмыз. Рахмет, Астана. Мынау, короче, өткенде спаррингтен сарапиналар болған, соны боятып жатырмын. Негізі мен боянбаймын, негізі ондай жігіт емеспін. Байқайсыздар ғой. Ассалаумалейкум. Дайындық қой, короче, эфирге. Дайынбыз эфирге. Осылай. Қаласында музейдің выставкасы болды. Бір какой-то көріністер көрсетті. Адам деген көп, айта алмаймын енді, миллион. Народу очень много. Папам. Мамам, да, папам. Эй, Назгүл десе.